Қала тұрғындары, мен есімім Бақытжан Қамиақұлжабаев, осы Шалғар сектор меңгерушісі боламын. Қазіргі таңда осы қаламызға осы қыркүйек айына оқу маусымы басталғалы тұрғандықтан қаламызға алыс жақын жерлерден келіп жатқан тұрғындар көбейді. Осыған байланысты, яғни осы Қуаныш базарының айналасында басты маңызды жол талап Тәуке хан даңғылы бойында машиналар, автокөліктер көптеп қойып жатыр. Осыған байланысты біз көшенің жаңағы кедергі болмау үшін осы автокөліктерді осы көшенің шетіне қоймаларын сұранамыз. Осыған байланысты қазір арнайы рейдтік іс-шара жүріп жатыр. Сіздерден сұранарымыз, машинаны арнайы автотұраққа қойсаңыздар. Себебі қазір қаланың маңызды көшелеріне осы автокөліктерді қойсаңыздар, басқа автокөліктерге жол кедергісі жасалуда. Сол себепті түсіністер қарауларыңызды шақырамыз. Және де мынау қазір жолдарды қасып тастағанда енді көше тар. Сондай осы басты маңызды көше осы Тәуке хан даңғылы бойында инфрақұрылымдық жүйелеу жұмыстары жасалып жатыр. Сол себепті жаңағы жол кедергісі келтіріп жатыр. Жақын арада осы жұмыстар толыққанды аяқталатын болады. Және де тағы бір сұрақ, мынау аялдама дейміз ғой, қазір барып көреміз. Аялдама өте тар. Яғни екінші маршрут тоқтайды, артына тоқтаған кезде қазір полиция қызметкерлері айыппұл салып жіберді. Сол остановканы кеңейту жұмыстары қашан жүргізіледі екен? Енді бұл бойынша осы қазіргі таңда қала әкімінің тапсырмасына сәйкес осы аялдамаларды кеңейту және де қайта қалпына келтіру бойынша арнайы тапсырмалар берген болатын. Осы бойынша қаламызда қала әкімдігінің жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің мамандары айналысуда. Алдағы уақытта өз шешім табады деген сенімдеміз. Рахмет. Аталған көшеде 2020 жылы қазба жұмыстары жүргізілген ауызсу жүйесі бойынша қазіргі таңда қиыршық тас төсеу жұмыстары іске асырылды. Қиыршық тас төсеу жұмыстары табиғи таптауымен отырғаннан кейін оған дейінгі процесс күнделікті су сеуіп трамбовать етіп отырады. Қалай тапталып основание дайын болғаннан кейін асфальт салу жұмыстары іске асырылатын болады. Оқудың басталуына байланысты Түркістан қаласының Қуаныш базар аумағында оқушылар ата-аналармен бірге көптеп жүруде. Соған байланысты қауіпсіздік шараларын сақтап, жол жүріс ережелерін қатаң сақтауды талап етеміз. Түркістан қаласы полиция басқармасымен Түркістан қаласы әкімдігінің қызметкерлерімен бірге базар аумағында рейдтік іс-шара жүргізуде. Соған қарсы қауіпсіздік қамтамасыз ету шаралары ұйымдастырылды. Қазір мынаяқтан былай келіп, жолға қылып кете береді. Мынаяқтан былай шыққан, бұлар жол бәрінен қарды. Нормально қылып. Плитасын қойай, бірақ односторонний қылмады, писание берсіңдер, пожалуйста. Писание беріп, мына жер шамал дейді. Былай отырылатын қылып, өткен мынаяқта жүргізушілік көп түсіп кетеді мына жерге. Міне өз баллонның іздері тұр ғой. Баллонның іздері көп түсіп кетеді. Жасап берейік. Давай келсем бұны істейміз. Сәйкес Түркістан қаласы әкімдігінің тарапынан Ататүрік көшесіне 2 дана аялдама орнатылды. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қыркүйек айының 15-ші жылына шейін жанындағы брусчаткалар, аялдамалар асфальты толығымен аяқталатын болады. Халықтың сұранысына сәйкес жүргізілуде.